ертегі ұлттық мұра. Біз қандай ертегілерді білеміз, балалар? Біздің сабағымыздың мақсаты үйшік ертегісінің кейіпкерлерімен танысу. Балалар, қараңыз, біз ол үшін біз мынандай жұмыстар жасауымыз керек. Іргетасы бар үйшіктің, сосын қабырғасы бар және несі бар, шатыры бар. Іргетасына біз топтық жұмыс жасаймыз, ал біз мынау қабырғасына жұптық жұмыс жасаймыз. Шатырына келген кезде біз жеке жұмыс жасаймыз. Егер біз осыларды жасайтын болсақ, біздің үйшігіміз құралады. Келістік па? Бағалау парағы бар, біз өзімізді бағалаймыз. Ертегісін бірінші кім қояды? Шығамыз. Далада бір үйшік тұр. Орманда тышқан келе жатып, үйшікті көреді де тоқтай қалып сұрайды. Сәулеті үйшіктің жақсы, үйшікті кім бар, тіл қатшы. Ешқын ұл қатпады, тышқан үйшікке кіріп өмір сүреді. Бір күні үйшікке бақылдап бақа келеді де бұлай дейді. Сәулеті үйшіктің жақсы, сәулеті үйшікке кім бар, тіл қатшы. Мен шықылдауық тышқанмын, ал сен кімсің? Ал мен бақылдана бақамын. Кел бізбен тұр. Үйшікте бақа мен тышқан бірге өмір сүреді. Орманда секундеп қоян келе жатады, үйшікті көреді де тоқтай қалып сұрайды. Сәулеті үйшіктің жақсы, үйшікте кім бар, тіл қатшы. Мен шықылдауық тышқанмын, ал мен бақылдана бақамын. Мен қоян қорқақпын. Кел бізбен тұр. Енді олар үйшікті тұрады. Бір күні олардың терезесін тұлқышық, еріншік тоқылдатады да бұлай дейді. Сәулеті үйшіктің жақсы, үйшікте кім бар, тіл қатшы. Мен шықылдауық тышқанмын. Мен бақылдаға бақамын. Мен қоян қорқақпын. Ал сен кімсің? Мен түлікші еріншікпін. Кел бізбен тұр. Енді олар төртеу болады. Бір күні оларға орманнан сұр қасқыр жүгіріп келіп бұлай деп сұрайды. Сен сәулеті үйшік кім бар, тіл қатшы. Мен шықылдауық тышқанмын. Мен бақылдаға бақамын. Мен қоян қорқақпын. Мен түлікші еріншікпін. Ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел бізбен тұр. Енді олар бесеу болады. Барлығы күнімді өмір сүрді, ән айтыпты, би билепті. Бір күні ормандан аю келе жатты. Үйшікте шыққан дауыстарды естіп тоқтап қалады. Үйшікке жақындап бұлай дейді. Үйшіктің жақсы, үйшікте кім бар, тіл қатшы. Мен шықылдауық тышқанмын. Мен бақылдаға бақамын. Мен қоян қорқақпын. Мен түлікші еріншікпін. Мен сұр қасқырмын. Ал сен кімсің? Мен қабаттыға аюмын. Кел бізбен тұр. Аю шатырға шығуын білгенде аю тарс етіп құлады. Үйшіктен аман есен тышқан бақа қоян тұрып қасқыр қашып шықты. Олар дос еді. Барлығы бір үйде тұру үшін олар жаңа үй салады. Үйшікте үлкен, биік, әдемі болып шықты. Далада бір үйшік тұр. Орманда тышқан келе жатып, үйшікті көреді де тоқтай қалып сұрайды. Сәулеті үйшіктің жақсы, үйшікте кім бар, тіл қатшы. Ешқын ұн қатпады, тышқан үйшікке кіріп өмір сүреді. Бір күні үйшікке бақылдап бақа келеді де бұлай дейді. Сәулеті үйшіктің жақсы, сәулеті үйшікте кім бар, қатшы. Мен
бірге өмір сүреді. Орманда секілдеп қоян келе жатады. Үйшікті көреді, тоқтай қалып сұрайды. Сәулеті үйшіктің жақсы. Үйшікте кім бар? Тілкачы. Мен шоколадауық тышқанмын. Мен бақылдыға бақамын. Ал сен кімсің? Мен қоян қорқақпын. Кел, Бізбен тұр. Енді олар үшеу үйшікті тұрады. Бір күні олардың терезесін түлкішік еріншік тоқылдатады да бұлай дейді. Сәулеті үйшік. Тым жақсы. Үйшікте кім бар? Тілкачы. Мен шоколадауық тышқанмын. Мен бақылдыға бақамын. Мен қоян қорқақпын. Ал сен кімсің? Мен түлкішік еріншікпін. Кел, бізбен тұр. Енді олар үшеу болады. Бір күні оларға орманнан сұр қасқыр жүгіріп келіп бұлай деп сұрайды. Сәулеті үйшік тым жақсы. Үйшікте кім бар? Тілкачы. Мен шоколадауық тышқанмын. Мен бақылдыға бақамын. Мен қоян қорқақпын. Мен түлкішік еріншікпін. Ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел, бізбен тұр. Енді олар бесеу болады. Барлығы күнді өмір сүріпті, ән айтыпты, би билепті. Bir күні құрбандаған аю келе жатты. Үйшіктен шыққан дауыстарды естіп тоқтап қалады. Үйшікке жақындап бұлай дейді. Сәулеті үйшік кім жақсы? Үйшікте кім бар? Тілкачы. Мен шоколадауық тышқанмын. Мен бақылдыға бақамын. Мен қоян қорқақпын. Мен түлкішік еріншікпін. Мен сұр қасқырмын. Мен қылдабаған аюмын. Кел, Кел. Аю шатырлы шығымын дегенде аю тас етіп құлады. Үйшіктен аман есеп шыған сақа қияндығы қасқыр қашып шықты. Олар дос еді. Барлығы бір үйде тұру үшін олар жаңа үй салады. Үйшіктері үлкен биік әдемі болады шықты. Қане балалар, біздің алдымызда бағалау парағы бар. Біз өз-өзімізге бал қоямыз. Сөзді мәнерлеп айтсақ 3 бал қоямыз, орташа айтсақ 2 бал, нашар айтсақ 1 бал қоямыз. Артистік шеберлігі қандай болды? Артистік шеберлігіміз қандай болды? Жоғары айтсақ өте жақсы болса 3 бал, орташа болса 2 бал, нашар айтылса, онда нашар ойнасақ біз 1 бал қоямыз. Үйдің қабырғасы. Онда мынадай тапсырма бар. Жұптық жұмыс жасауымыз керек, сөз тіркесін біз жасауымыз керек екен балалар. Түсінікті ма? Біз қазір мынау суреттердің артына сөз тіркестерін жазып, маған айтасыңдар. Жақсы ма? Жасыл алма. Дәмді сәбіз. Тапты бал. Дәмді ірімшік. Әдемі гүл. Дәмді сәбіз. Жасыл жапырақ. Жасыл алма. Әдемі гүл. Жасыл алма. Жасыл жапырақ. Тапты ірімшік. Үлкен гүл. Жасыл жапырақ. Дәмді бала. Қызылын алма. Дәмді бал. Сары ірімшік. Үлкен алма. Қызыл сары сәбіз. Әдемі гүл. Балалар, енді жеке жұмыс жасаймыз, әрқайсымыз өзіміз жеке жұмыс, сөздерді сәйкестендір. Сендердің алдарында парақ тұр, сол жердегі сөздерді балалар сәйкестендіреміз. Жақсы ма?
сәйкестендіреміз және жауабын жазамыз. 1А немесе нұсқасын жазамыз. 2 ма қандай нұсқа дұрыс, сол нұсқаны жазып қоямыз. Тексереміз, бір-бірімізге парағымызды бердік. Енді тексереміз 1Б, 2Е, 3Д, 4Г, 5А, 6А, 7Б нұсқалары дұрыс екен. Дұрыс па? Барлығы 23 балл. Балалар санаймыз қазір. Барлығы неше балл болды сендерде? 23 балл болса 5. 15-19 балл болса 4. 10-14 балл болса 3 аласыңдар. Ол үшін біз нейрожаттығу жасаймыз. Суреттерді біз оң және сол қолымызбен бірдей табуымыз керек. Жақсына оң қолды қоянды тапсақ, сол қолдан да қоянды бірден тауып көрсетуіміз керек. Жақсына? Және бізде мына жақта топқа сендер мынау сурет, ал мына жақтағы топқа сендер мынау жаттығумен жұмыс жасайсыңдар. Ендеше сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жаңа сөздердің барлығын жаттап келеміз. Жақсы ма?